Ата дегенге өзлерінің сыйлықларымен келіп отырған Өзбекстаннан Қарақалпақстан халық артисті Гүлғадиша Айымбетова ұстаз апамыздың шәкірті. Өзбекстан Республикасы әйел қызлар комедиясының ең үлгілі шаңырақ номинациясы иесі ұстаз Ұлбосын Мәтмұратованың атынан Алтынгүл анажанымызға өзінің басқаруында болған Қожелі районлық Хөрліман милли киімдер тігу цехы атынан арнап алып келіп отырған той сауғаларын тапсыруларына рұқсат етеміз. Ondan соң әужәл қосықларына нәубет береміз әзілер. Мархамат. Ассаламалейкум, құрметлі тойға келген жамаат. Міне бүгін бес қаланың бірі қожалар деп аталмыш бір үлкен елатта белгілі шаңырақлардың бірі Алтын апамыздың шаңырағында бүгін үлкен ұлы той. Алтын апа, сіздің шаңырағыңызда міне бүгін Құда қаласа үшінші қызды ұзату нәсіп еткен екен. Не тұңғыш перзентіңіз Серіктің қызларында ұзатып, не өбірлі-шүбірлі қылып қатарына қостық, не үшінші қызыңыздан ұзатып атымыз. Құдайым барған жерде бақты болсын, анажан. Сіздердің жолларыңызды бегей, жақсылардың жолын берсін, жас үлкендеріміздің бақтын тақтын берсін, жасыларын берсін. Осындай Алтын апамыздың шаңырағына деп жақсы ниет қадем тастап келген бәрше ағаларымызға, аналарымызға бүгінгі той жұғысыл болсын. Өзімнің басқарып атырған Қожелі райондағы Хөрліман милли киімдер тігу цехы атынан Алтын апамызға ақ патия дуаларын алайын деп не Қарақалпақша жеңсіз ап келдім, қабыл алғайсыз. Інам етемен апажан тойларға кейін нәсіп етсін. Жасына күліп ойнап жүре берін. Балаларыңыздың алдында дүния тұрғанша тұрғайсыз. Сау болыңыз.